Благодарю, Алмаз. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мемлекет басшысының Қазақстанда тұрғын үй құрылысын дамыту мәселелері жөніндегі тапсырмаларын іске асыру туралы баспасөз мәслихатын өткіземіз. Мұқият болыңыздар. Добрый день. Служба центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан начинает свое прямое вещание. Сегодня мы проведем пресс-конференцию на тему реализации поручений главы государства по вопросам развития жилищного строительства в Казахстане. Спикерлермен таныс болыңыздар. Әнуар Сағыналиұлы Омар Қожаев, Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары. Алтай Шоқанұлы Күздібаев, Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары. Және Жансұлтан Орынбекұлы Матай, Отбасы банк акционерлік қоғамының орталық филиалының директоры. Құрметті спикерлер, біздің алаңға қош келдіңіз. Әнуар Сағыналиұлы, алдымен сөз кезегі өзіңізге беріледі. Мархабат. Рахмет, құрметті журналистер. Біздің баспасөз мәслихатымызға қатысып отырғандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бүгін біз мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елдегі тұрғын үй құрылысын дамыту жөніндегі тапсырмаларын Бәйтерек холдингі қалай жүзеге асырып жатқанын сіздерге жеткіземіз. Өздеріңіз білетіндей, 2020 жылдың қорытындысы бойынша елімізде 15-те 3 миллион шаршы метр немесе 140 мың тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл алдыңғы кезеңнен 17%-ға жоғары. Осы жерде Бәйтерек холдингінің құралдары рекордтық көлемге қол жеткізуде негізгі қолдау көрсетті. Ол үшін біз жергілікті атқарушы органдарды 281,2 миллиард теңгеге қаржыландырылдық. Әкімдіктер 28 мың пәтерді белгіленген бағамен немесе елде салынған тұрғын үйдің жалпы көлемінің 20%-ын тапсырды. Отбасы банк арқылы халыққа бақытты отбасы және 5-10-20 әлеуметтік бағыттарын қоса алғанда 145-те 7 миллиард теңгеге 14-те 3 мың жеңілдікті несие берілді. В текущем году перед нами поставлена более амбициозная задача – это строительство 17 миллионов квадратных метров или 163 тысяч жилищ за счет всех источников. Для этого необходимо значительно увеличить объемы инвестиций в отрасль. Учитывая ограниченные возможности государственного бюджета, холдинг Байтерек планирует привлечение финансовых ресурсов на внутреннем и, в частности, на российском рынках. В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются коммерческие банки, страховые и финансовые организации. В текущем году планируем привлечь порядка 300 миллиардов тенге. Это позволит охватить поддержкой 31 тысячу очередников. Кроме того, 26 января текущего года на расширенном заседании правительства главой государства было поручено внести предложение по совершенствованию жилищной политики. В этой связи совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития были разработаны дополнительные механизмы. После принятия законодательных изменений на базе Отбасы банк будет создан Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье. Данный центр будет интегрирован с государственными базами данных физических лиц. Мы планируем автоматизировать все бизнес-процессы с применением технологий блокчейн и Smart Bridge, что позволит исключить человеческий фактор и обеспечить прозрачность процесса учета граждан и распределения жилья. Время подписания и регистрации документов граждан сократится с 3 дней до 1 дня. В целях увеличения объемов строительства жилья холдингом разработаны следующие меры. Сейчас одной из ключевых проблем в жилищном строительстве является дорогое фондирование для строительных компаний. Поэтому для застройщиков, которые не могут получить коммерческие кредиты в банках из-за отсутствия свободных залогов, прорабатывается механизм проектного финансирования. Для данных целей единым оператором планируется привлечь на рынке 100 миллиардов тенге, что позволит дополнительно построить 9 тысяч квартир по фиксированным ценам. Для застройщиков, которые самостоятельно строят жилье, в том числе за счет средств населения, мы продолжим предоставлять гарантии и субсидии. В прошлом году через данные инструменты было поддержано проектов на 145 миллиардов тенге. Это позволило защитить вклады населения на приобретение 9 тысяч квартир на коммерческом рынке, а также снизить стоимость кредитов для стройкомпаний в среднем на 50%. Вместе с тем, отдельной проблемой является нарушение недобросовестными застройщиками законодательства в сфере долевого строительства. По нашим данным, за прошедшие 2 года было выявлено 123 таких компаний.
Финансово неустойчивые компании открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, паевые взносы, обещая качественное и недорогое жилье. Доведя строительство объектов до уровня каркаса, такие компании обращаются за официальным разрешением в местные исполнительные органы. Но в вышеуказанных случаях никто финансово не гарантирует завершение строительства жилья. Поэтому предлагается сохранить только два действующих способа – механизм гарантирования и проектное финансирование через БВУ. Будет разработан рейтинг строительных компаний, учитывающий финансовое состояние, опыт работы и деловую репутацию застройщиков. Для компаний, получивших высокий рейтинг, сохраняется действующий механизм гарантирования. А для компаний с низким рейтингом единый оператор напрямую будет привлекать долевые вклады от населения по фиксированным ценам и обеспечит сохранение средств на специальном эскроу-счете. В свою очередь, коммерческие банки смогут выдавать населению ипотеку на приобретение строящегося жилья без дополнительных залогов. Также предлагается ужесточить ответственность застройщиков за незаконное привлечение долевых вкладов или нецелевое использование средств. Особым направлением в развитии жилищного строительства мы видим и выделяем цифровизацию стройиндустрии. На прошлой встрече мы показывали, как работает ситуационный центр, который сейчас уже содержит информацию по 900 объектам, профинансированным в рамках госпрограммы «Нурлы-жер». Также мы говорили о концепции маркетплейса стройматериалов. Данная тема сейчас актуальна как никогда, поскольку доля импорта стройматериалов по некоторым позициям превышает 60%. Это является одним из ключевых факторов высокой себестоимости строительства. Мы провели опрос 123 производителей стройматериалов, и из них более 70 поддерживают эту инициативу. Marketplace позволит напрямую соединить отечественных производителей, застройщиков, логистические компании без каких-либо посредников на единой площадке и снизить себестоимость строительства жилья в среднем до 15%. Кроме того, застройщики и производители стройматериалов получат возможность заключения долгосрочных контрактов, гарантированный сбыт своей продукции и загруженность производственных мощностей, что в конечном счете будет стимулировать повышение доли казахстанского содержания. В текущем году мы планируем завершить разработку этой площадки. Более подробно о работе маркетплейса и ситуационного центра доложится заместитель председателя правления Казахстанской жилищной компании Куздебаев Алтай Шаканович. Благодарю вас за внимание. Үлкен рахмет. Сөз кезегі Алтай Шоқанұлы өзіңізге беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Қазіргі уақытта Қазақстан тұрғын үй компаниясы Нұрлы жер бағдарламасына сәйкес тұрғын үй құрылысындағы қазақстандық құрылыс материалдарының үлесін ұлғайту үшін онлайн платформаны дамытып жатыр. Онлайн алаңда елдегі барлық қазақстандық құрылыс материалдарының өндірушілер өз өнімдері туралы ақпаратты орналастыра алады. Ал құрылыс компаниялар қажетті қазақстандық материалдарды делдалсыз ең тиімді бағамен сатып ала алады. В рамках первого этапа в 2020 году мы проанализировали электронные сметы 106 объектов, строящихся по программе «Нурлы-жер», разработали алгоритм парсинга электронных смет и визуализировали всю потребность в стройматериалах в ситуационном центре. На сегодняшний день потребность по стройматериалам по данным пилотным 106 объектам составляет 51,4 миллиарда тенге. Также мы создали онлайн-витрину потребностей в стройматериалах строительных компаний по программе, где казахстанские производители, зайдя на эту платформу, могут ознакомиться с потребностями, при необходимости отправить свои коммерческие предложения. При этом строительные компании в личных кабинетах получат соответствующие уведомления о получении предложений, и у них будет возможность рассмотреть их, выбрать необходимые коммерческие предложения. На текущий момент проводится функциональное тестирование. В ближайшее время мы опубликуем в общий доступ данную витрину потребностей по адресу www.stroymaterial.kz. Целями создания данной витрины является повысить прозрачность реализации программы, предоставить казахстанским производителям стройматериалов информацию о потребностях, предоставить возможность отправки коммерческих предложений для участников госпрограммы, получить для строительных компаний это прежде всего получение выгодных предложений на стройматериалы, что в конечном итоге увеличить долю казахстанского содержания в жилищном строительстве. На втором этапе до конца текущего года запланировано
разработка функций по публикации витрины уже стройматериалов самих производителей. Для всех участников планируется внедрить бизнес-процесс заключения онлайн-договоров с применением ЭЦП. Появится функция контроля доставки совместно с логистическими компаниями. В составе нашей компании будет создана отдельная служба, которая будет координировать, сопровождать участников Marketplace, проводить верификацию участников, выезжать непосредственно на производственные объекты для верификаций. Также планируется интеграция с реестром отечественных производителей НПП «Атомикен», а также с онлайн-системой управления стоимостью строительства. Запланирована разработка открытого API для возможности интеграции с частными онлайн-площадками по стройматериалам и прочими информационными системами. При необходимости до конца года также будет разработан алгоритм и функция проведения онлайн-аукционов, как от продавца, так и от покупателей стройматериалов. В целом, ожидаемыми эффектами от создания Marketplace по стройматериалам является снижение себестоимости строительства за счет дезинтермедиации между производителями и потребителями материалов, поддержка казахстанских производителей стройматериалов, переход на онлайн-систему сметного планирования и анализа с динамическими ценами от казахстанских производителей. Также эффективный мониторинг цен на стройматериалы и казахстанского содержания в жилищном строительстве. В конечном итоге это позволит унифицировать также и справочники на стройматериалы и строительно-монтажные работы. Спасибо за внимание. Благодарю. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауапқа кезек береміз, уважаемые спикеры. Мы переходим к сессии вопросы-ответы. Представители средств массовой информации готовы задать свои вопросы в прямом эфире. Но для начала я хотела бы спросить. Әнуар Сағыналиұлы, биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл. Осы орайда өте маңызды сұрақтардың бірі тұрғын үй құрылысын дамыту саласында Бәйтерек холдингінің қосқан үлесі жайында қысқа нұсқа айтып берсеңіз, және де жауапты қазақша орысша берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Өздеріңізге мәлім, Бәйтерек холдингі жалпы 2014 жылы құрылған болатын. Содан бері программа развития регионов болды, құрылысқа бағытталған, одан кейін Нұрлы жол деген бағдарлама болды, Нұрлы жер болды. Енді жалпы айтатын болсақ, Нұрлы жер бағдарламасы бағыты бойынша 2016 жылдан бері қарай Бәйтерек холдингі жергілік органдардан 598 миллиардқа жуқты теңгеге бағалы қағаздарды сатып алған. Ол ақшаға, ол қаражатқа 46-да 4000 кредиттік квартиралар соғылған. Ал енді отбасы банк бағытында, бұл банк енді сәл ұзағырақ жұмыс істеп жүр. 2005 жылдан бері қарата санасақ, біздің халыққа 278 мың несие берілген. Ол 2-де 3 триллион теңге құрайды. Енді бұлай жалпы статистикасына қарасақ, әрбір 3 теңге бөлінген теңгеден 2 теңге осы отбасы банк арқылы берілген. По линии гарантирования долевого строительства с 2017 года закон вступил в силу в октябре 2016 года. Вот с 2017 года до 2 месяцев текущего года одобрены проекты на общую сумму 301,9 миллиардов тенге. По линии субсидирования эту функцию ранее выполнял ФГЖС, Фонд гарантирования жилищного строительства. И сегодня это объединенная жилищная компания КЖК. Одобрены проекты на общую сумму 127,8 миллиардов тенге. Я считаю, что это довольно существенные, значительные показатели, которых страна достигла на сегодняшний момент. И в то же время работа не заканчивается, не завершается. Мы, наоборот, наращиваем темпы и объемы строительства. Благодарю за ответ. Бізбен бірге тікелей байланыста Қазақ Таймс редакциясынан Асан Анарбайұлы. Қайырлы күн. Сұрақтарыңыз. Қайырлы күн. Бірінші сауалымыз, Қазақстанда өткен жылы пандемия тұсында рекордтық деңгейде шаршы метрлік аудандық баспана берілгенімен бағада рекордтық деңгейге көтерілгенін білеміз. 17%-ға дейін тұрғын үй бағасы шарықтаған туралы сарапшылар да ресми деректерде растайды. Енді сауал, алдағы уақытта әлеуметтік осал топ өкілдері, соның ішінде міне кеше бірнеше күннен бері Астанада баспана талап еткен ата-аналар әкімдікте Нұр Отан партиясының ғимаратында түнеп жүр. Осы аналарға, жалғыз басты ата-аналарға
және көпбалалы отбасыларға биыл нақты қанша пәтер қарастырылған? Бұл жерде бірнеше акционерлік қоғамның өкілдері отыр. Сондықтан бұл сұрақ соншалықты қиын болмас деген ойдамыз. Сұраққа жауапты Ануар Сағынәлі өзіңіз бастасаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Арасында да өткен жылда пандемия бойында бағалар өскен болатын, неге шаршы метрге. Бірақ біз ол статистиканы зерттеп анықтадық. Жалпы көп сделка болған жоқ, себебі халықтың көбісі жаңағы жағдайға қарап отырып пәтер алған жоқ. Пандемия бітуге жаңағы көңіл аударып. Енді биылға қарасақ, биыл әрине отложенный спрос деген термин бар. Соған куәлі болып отырмыз. В этом году мы считаем, что так, цены они выросли, но это больше ожидания, которые рынок испытывает на настоящий момент. На самом деле, если говорить о государственном жилье, то, как вы знаете, все государственные программы, они направлены на строительство жилья с фиксированными ценами. И рост этих цен не планируется и не наблюдается. Как я уже в докладе доложил, на текущий год ставится план по строительству 17 миллионов квадратных метров жилья, это из всех источников. И мы, соответственно, тоже будем привлекать финансирование и увеличить свои планы по строительству и финансированию жилья. В этой связи, вы знаете, правительством и Министерством индустрии и нами была разработана лестница доступности жилья. Та категория граждан, которая была сейчас в вопросе озвучена, она как раз-таки попадает в список очередников, который на сегодня составляет 548 тысяч людей. И список очередников, он делится на категории граждан по доходам. Как раз таки многодетные семьи и семьи неполные, имеющие на попечение детей с особенностями. Мы таких жителей страны будем, конечно же, обеспечивать жильем, естественно, в порядке очередности и исходя из их финансовых возможностей. Вот. Егер де сізде отбасы банк арқылы қосатындай. Асан, нақтылау бар ма? Әрине, шамамен қанша шаршы метр мемлекеттік бағдарламалар аясында әлеуметтік осал топ өкілдеріне арналмақ? Ол туралы болжалды көрсеткіш айта аласыздар ма? 16 мың пәтер тапсырылады. Оның ішінде жаңағы категорияға арналған. Оны қазір айта аламыз ба, айта алмаймыз? Нақтылау керек. Асанында бітейік. Біз енді 16 мың шаршы метрді жоспарлап отырмыз биыл. Соның ішінде енді дәл сол категорияға бөлінетін шаршы метрді біз сізді жазбалы түрде жауап берейік. Қазір қолымызда жоқ ол сандар. Рахмет. Осы тұста тағы да нақтылау сауалы. Әнуар мырза, Алтай мырза, Жансұлтан мырза үшеуіңізге де қатысты. Қазір Қазақстандағы республикалық маңызы бар 3 қаладағы шаршы метріне төленетін сома Қазақстан халқының сол аймақтағы тұрғындардың табысына сай келеді деп ойлайсыздар ма? Жеке пікірлеріңіз өте маңызды басшы ретінде. Ануар Сағынәлі, өзіңіз бастасаңыз. Мынау неге дыбысқа байланысты. Тағы да қайталап жіберіңізші ана нақты сұрағыңызды. Баспана мәселесі аса күрделі. Шымкент, Астана, Алматы қалаларындағы шаршы метріне белгіленген сомалар халықтың сол аймақтағы тұрғындардың табысына сай деп ойлайсыздар ма? Түсіндім, жарайды. Асан, әрине біз ол бағаларды белгілеген кезде өздеріңіз білесіз, осы 3 қаланы атап өткен. Бұл енді ең үлкен қалаларымыз біздің еліміздің. Сондықтан сол жерде тұрғындардың табыстары жоғарылау деп санаймыз. Яғни спрос деген жоғары. Соған қарата сол региондардың бағалары сәл жоғары болып көрінеді. Бірақ енді ол платежеспособный спрос, сондықтан біз оған ештеңе дей алмаймыз. Енді отбасы банк қосып Жансұлтан Орынбекова. Енді Асан сұрағыңызға рахмет.
Жалпы осы Нұрлы жер бағдарламасының аясында өздеріңізге белгілі бақытты отбасы деген құрамдас бір бағыты бар. Ол жерде осы арнайы өзіңіз айтпақшы әлеуметтік әлсіз топтарға арналған бағыт. Осы 19 жылдан бастап бұл бағыт жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі таңға дейін 10 мыңға жуық осы әлеуметтік осал топтар, яғни оның ішінде көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отқан отбасылар және толық емес отбасылар осы 2% несиемен қамтамасыз етілген. Және де жаңа Әнуар Сағынали айтқандай, мемлекеттік бағдарламалар аясында үйлердің бағалары олар белгіленген тұрақты, яғни олар өзгеріске жатпайды. Сондықтан осы мына бағдарламаларды есептеген кезде, айналып келген кезде сол отбасылардың ай сайынғы төлеміне, яғни егер олар пәтерді жалдап тұрған кезде сол орташа нарықтағы бағадан қанша айына төлейді, сол бағаға несиені төлегенде содан асып кетпеу керек. Сондай есеппен жасалған. Сондықтан күнделікті несиелеу барысында осы жұмысты көріп жатқаннан кейін айтылған бағыттар бойынша, яғни шаңырақ бағыты, бақытты отбасы бағыты бойынша адамдар, жаңа осы категориядағы адамдар, олар яғни несиені алып жатыр. Әрине көп жағдайда табыстар жетпеген жағдайда банк тарапынан қосымша борышкер, яғни созаемшік тарту арқылы да мәселелер шешіліп жатыр. Табысы егер жетпеген адамдар, олар аз болып тұр осы санға. Сондықтан мен есептеймін, бұл осы екі бағыттағы көрсетілген бағаның құны мемлекеттік бағдарламалар, ол табысқа пара-пар деп есептеуге болады. Асан, нақтылау сұрағы бар ма? Екінші сауал. Аймақтардағы баспана бағдарламалары бар екені белгілі. Соның бірі Алматы қаласында отбасы банкімен бірлесіп жүзеге асырылатын Алматы жастары бағдарламасы, жастарға арналған. Осы сауал, былтырғы 2 лек бойынша баспана жастары алғаны белгілі, бірақ бұл белгілі бір дәрежеде Алматы қаласындағы тұрғын үй нарығының бағасына ықпалды түрде әсер етті деп санайды сарапшылар. Себебі көктемде пандемия басталар тұста былтыр 13 миллион, 14 миллион теңге көлемде қаражатқа ел 2 бөлмелі пәтер алып жатса, бағдарлама іске қосылғаннан кейін күзге қарай 13 миллионға бір бөлмеліні әрең іздеп тапқан жағдайлар жиі кездесті. Осындай аймақтық бағдарламалар аймақтағы тұрғын үй нарығына баға жағынан теріс әсер етпей ме? Мәселен, бағдарлама аясында небәрі 1000 шақты адамға баспанаға жолдама берілуі мүмкін, бірақ тұтас баспана нарығы, тұрғын үй нарығы бұл 10 мыңдаған адамдарға арналған нарық. Бұның теріс рецессиялық тәуекелдерін зерттеп көрдіңіздер ме? Жансұлтан Орынбекұлы. Бұл бағдарлама жүзеге асқан кезде біріншіден ондай терең зерттеу әрине жүргізілді. Айналып келгенде барлығы осындай жеңілдетілген шартпен несие алуға сұранысқа байланысты. Өздеріңіз айтып тұрғандай, жаңа 13 миллион деп тұрсыз ғой. Ол 13 миллион осы жақында тағы да бір сұрақ түсіп жатыр. Нұр-Сұлтан қаласында сондай Алматы жастары сияқты елорда жастары бағдарламасын жергілікті әкімдік қазір ұсынып жатыр. Жақын арада осындай бағдарлама ашамыз деп. Сол жерде қойылып отқан баға айналып келген кезде 13 миллионның шамасында. Ол бағдарлама Алматы жастары болсын, елорда жастары болсын, былтыр басталған кезде ол баға қайдан шықты деп айтуға болады. Біріншіден, бір бөлмелі пәтердің құны сол кездегі нарықтағы, алғашқы нарықтағы және қайталама нарықтағы бағаның құны 280 мың, 320 мың ортасында болды. Сол есеппен осындай сомаға шықты. Екіншіден, сол айналып келген кезде 13 миллион теңгенің көлемінде, егер жаңа айтылған бағдарлама аясында несие алған жағдайда, ай сайынғы төлем айналып келгенде 101 мың теңгенің шамасында болады, 10% алғашқы жарна. Егер ол жаңа өзіңіз айтпақшы, оның құнын көтеретін болсақ, пәтерге жетпей қалады дейтін болсақ, ол кезде сол категориядан несие алатын азаматтардың табысы жетпей қалады. Бірінші айналып келген кезде сол ай сайынғы төлеп жатқан, егер жалдап тұрған кездегі төлетін бір бөлмелі пәтерге 100 мың теңгенің шамасында болса, орташа несие алған жағдайда сол төлемдер содан асып кетпеу керек, сол есеппен жасалған. Ал жалпы осы мемлекеттік бағдарламалар аясындағы өзіңіз айтпақшы, нарыққа салмақ түсіріп, нарықта бағаның көтеруіне әсер етеді. Яғни, егер де оның біз жағынан ұсыныс көп болған жағдайда ол әсер етер еді. Көптеген осы қазіргі шығып жатқан зейнетақы қорындағы ақшаға байланысты, нарықта күтілімге байланысты көптеген баға көтеріліп тұрған рас. Оны мойындаймыз. Бірақ осы мемлекеттік бағдарламалардың аясында ғана көтеріліп тұр деп айтуға ол тікелей байланыс ортасында жоқ. Асан,
Түсінікті, онда жоғарыда қосымша сұраққа жауап күтеміз. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Фариза Қалимурзина, Қазақстан арнасы, бізбен бірге тікелей байланыста. Қайырлы күн, Фариза, сұрақтарыңыз. Сәлеметсіз бе? Жаңа ғана менің алдымда сұрақ қойған әріптесім Алматы жастары деген бағдарлама туралы сұраған болатын. Енді мен елорда жастары туралы білгім келеді. Көптеген жаңағы әлеуметтік желіде, барлық жерде бұл тиімді бағдарламаның жаңағы шарттары жайылып тарап жүр. Бәрі қызығады, отбасы банкіне хабарласады, бірақ ондағы менеджерлер ешқандай да ақпаратты білмейміз деп жауап береді екен. Сол жөнінде айтып берсеңіз, қашан басталғалы жатыр, қашан олар үміт арта алады, қашан құжаттарын тапсыра алады шамамен. Рахмет, сұрақ түсінікті. Сұрағыңызға рахмет. Бұл осы бас қаламыз Нұр Сұлтандағы жастардың көкейінде жүрген өзекті сұрақтардың бірі. Осы жастарды үймен қамтамасыз ету мәселесі бойынша әрқашанда мемлекет басшысында, қала басшылығының назарында, соған байланысты осындай бағдарлама көтеріліп жатыр. Яғни Алматы жастары сияқты елорда жастары жаңа айтып кеткендей бағдарлама биыл іске асырылады. Ол сұрақтың негізгі авторлары жергілікті әкімдік болғасын, сол бағдарламаны жүзеге асыруға жергілікті әкімдіктен, жергілікті бюджеттен ақша бөлініп жатқасын. Бүгінгі таңда біз әлі келісімге қол қойған жоқпыз, бірақ тиісті жұмыс әкімдік тарапынан жүріп жатыр. Сондықтан қазір сіз айтып тұрғандай отбасы банкінің менеджерлері ол сұраққа толық жауап бере алмайды. Себебі негізгі шарттары, яғни ол бағдарлама аясында қандай жастағы азаматтар, сосын қандай жаңа салада, қандай мамандықтағы жұмыс істеп жатқан азаматтарды үймен қамтамасыз ету керек, кімге ұсынылады, ол шарттар әлі бекітіліп жатыр. Яғни жақын арада қателеспесем осы Нұр Сұлтан қаласының маслихатында негізгі шарттарымен бөлінетін қаражат бекітіледі. Содан кейін негізгі шарттарына қайтып келуге болады. Ал енді жалпылама алдыңғы концепцияда қарастырылған шарттарға қарайтын болсақ, ол жерде жастардың жасы 35 жастан асып кетпеу керек. Ең басты мәселе, жаңа айтып кеткендей, бөлінетін несиенің жоғарғы шегі 13 миллионның шамасында деп есептеліп отыр, көзделіп отыр қазір. Алғашқы жарна 10%. Одан кейін көпшілігінде осы Нұр Сұлтан қаласындағы, яғни кезекке тұра алмай жүрген, тұра алмайтын, осы қолданыстағы заңнамаға сәйкес сондай категорияға жататын жастарды қамту қарастырылып жатыр. Оның ішінде айтып кетейін, қазіргі жасалып жатқан концепцияда өздеріңіздің әріптестеріңіз де бар. Мысалы, осы бұқаралық ақпарат құралында істейтін азаматтар, олар сосын бюджеттік салада жұмыс істейтін мұғалімдер, дәрігерлер, полиция қызметкерлері, одан қалды өнер саласының азаматтары, өйткені Нұр Сұлтан қаласында көптеген өнер ошақтары бар. Одан қалды әлеуметтік салада жұмыс жасап жатқан жастарды қамту алдын ала осылай көрсетіліп отыр. Ол тізім әлі де толықтырылатын болады. Отбасы банкінің ұсынысымыз бойынша осы өндіріс саласында жұмыс істеп жүрген, IT саласында жұмыс істеп жүрген жастарды осы бағдарламамен қамту көзделіп отыр. Қалған негізгі ақпараттың барын бағдарлама бекіп шыққаннан кейін толық алуға болады. Рахмет. Жауабыңызға рахмет. Рахмет, бірақ тағы бір осы сұраққа қатысты толықтыру бар. Оны үй ала беретіндер күте ала ма? Нақты бір межелі уақытын, шекті уақытын айта аласыздар ма? 1-2 жылдың көлемі деп. Немесе үйлерін басқа бір бағдарламаға қаржысын салып, үйлерін ала берсін бе? Жаңа айтып кеттім ғой. Мысалы, қазір ақпан айы болса, енді осы 1-90-ның ішінде жергілікті маслихат Нұр Сұлтан қаласының отырысы қай кезде болатын мен күнін айта алмаймын, бірақ биыл болатын анық, яғни көктемнің наурыз айында бұл бағдарлама басталады деп айтуға болады. Рахмет жауабыңызға. Өзге сұрағыңыз бар ма? Басқа сұрағым жоқ. Рахмет. Бағдат Асылбек, Азаттық радиосы, направил 2 вопроса, позвольте я озвучу. Наблюдается ли повышение цен на жилье с Нового года после появления возможности у граждан снимать часть пенсионки для покупки квартиры? Если да, то насколько дороже цены по сравнению с прошлым годом или с таким же периодом прошлого года? Анвар Сагинов. Да, спасибо за вопрос. Я до этого аналогичный вопрос поступал, мы ответили. Но я повторюсь, значит, рост цен на жилье, он есть. То есть это все знают и все читают, смотрят статистику. То есть он обусловлен, по нашему мнению, как раз-таки отложенным спросом. Это количество сделок, не состоявшихся в прошлом году во время пандемии.
Но я хочу повториться, что все дома, которые строятся по государственным жилищным программам, они все фиксированы по ценам, и они не могут просто-напросто разогревать этот рынок. И там только вопрос упирается в предложение и спрос, которые через Байтерек мы пытаемся обеспечить. Вот, я не знаю, с чем связан этот вопрос, будет ли это как-то влиять. Я хотел встречный вопрос задать. В чем суть вопроса? Есть озабоченность того, что цены на квадратный метр вырастут для наших граждан? Если быть точнее, здесь касается то, что граждане снимают часть пенсионки для покупки квартиры. И в связи с этим поднимается ли рост на покупку квартиры? Да, Есть ли какая-то связь? Мы наблюдаем, но она не сколько фактическая связь, сколько психологическая. То есть рынок ожидает, что у граждан появится ликвидность в связи с излишними пенсионными накоплениями. И он, соответственно, реагирует. Но это большей частью делают там частные застройщики и люди, торгующие жильем на рынке. Но в целом по количеству сделок мы не можем констатировать тот факт, что лишние пенсионные накопления сильно разогрели этот рынок. Ну, этого нет. Если более точно по цифрам, Алтай Шуханович проводил исследование, он может дополнить мой ответ. Да, мы действительно следим, активно мониторим рынок недвижимости. Вот по сделкам купли-продажи, как Анвар Сагневич рассказал, мы не видели в январе этого года всплеска. 21,5 тысяч сделок заключено, тогда как в среднем за прошлый год там 25,5, в 2019 году 26,6 тысяч сделок в месяц. Что касается цен на первичное жилье, здесь действительно в январе было отмечено, согласно данным Бюро по статистике, на 4,8% было удорожание. На вторичном рынке 13,9. Но действительно это также наслаивается и с отложенным спросом, который вот с прошлого года после снятия всех ограничений, значит, увеличивается. Спасибо. Благодарю за ответ. И следующий вопрос. Сколько многодетных семей получили квартиры в рамках ваших программ? И сколько всего претендует из категории многодетные? Часто многодетные сетуют, что не проходят ни по какой программе, будь то ипотека или другое направление. По каким критериям обычно они не проходят? Спасибо на вопрос. Я, наверное, в целом поясню, по каким критериям предоставляется жилье, а потом попрошу вот нашего коллегу с Отбасбанка, Жансултана, по цифрам ответить. Дополнить, да, обязательно. Да, дополнить. Значит, какой принцип определения категории граждан? Мы об этом очень широко озвучивали в прошлом году и информировали населения. У нас выработана лестница доступности жилья. То есть если раньше был подход больше как по семьям, по количеству детей, там, социальному статусу, то их просто взяли и разделили по уровню доходов. То есть та категория граждан, которая не имеет существенных доходов или доходов, не превышающих одного месячного показателя прожиточного минимума, они у нас попадают в первую категорию, и такие граждане, их доходов, как правило, не хватает на привлечение ипотечных займов. Поэтому государство такой категории граждан предоставляет арендное жилье без выкупа. То есть они платят только коммунальные услуги, аренду и проживают в этой квартире. Следующая категория граждан, в которую также входят или могут входить многодетные семьи, неполные семьи, содержащие детей с особенностями, инвалиды первой, второй группы, но имеющие доход уже до 2 прожиточных минимум, они могут уже рассчитывать на программы от Басыбанка. Правильно же? Бахтот пасе, да. Следующая категория, доходы которых уже составляет 3,7 прожиточных минимума, они уже полноправно могут привлекать ипотечные займы льготные, такие как 5-20-25, так еще как 5-10-20 шанрах, да. И таким гражданам от Басыбанк предоставляет льготную ипотеку. Все, кто зарабатывает больше этого уровня, они свободно могут привлекать ипотеку в банках второго уровня и известную программу 7-20-25. Спасибо, Жансултан Урмекова. Дополнение, пожалуйста.
По цифрам. По цифрам, сколько Да, многодетных на сколько сегодняшний день многодетных получили? семей, да, получили квартиры в рамках Вы ваших знаете, программ? что с 2019 года реализуется одно направление государственной программы «Нурлы жер бақытты отбасы», в рамках которого прокредитовано именно эти вот, социально уязвимые слои населения в количестве 9500 семей, из которых можно смело говорить, что это 30-35% это именно многодетные. Поэтому я могу сказать, что за 2019-2020 год в рамках «Бақытты отбасы» прокредитовано 3300 семей по республике. Сколько всего претендуют из категории многодетные? Есть такие данные сейчас? Да, конечно, Анвар Саганалович. Да, вот у нас под рукой эти данные есть. Я сейчас дополню просто. Из категории многодетные семьи, матери, награжденные подвесками Алтын Алха и Күміс Алха, всего по стране числится 658 699 граждан. Из этой численности 61 227 состоят в очереди в акиматах, и из них граждане, имеющие доходы ниже одного прожиточного минимума, составляют 38 519 человек. Ну и вот, соответственно, возвращаясь к лестнице доступности, мы будем обеспечивать этих лиц. Благодарю за ответ. И в связи с этим у меня возник вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о возможности субсидирования арендных платежей очередников акиматов. Когда может вступить в действие эта норма и сколько семей охватит? Да, спасибо за вопрос. Этот механизм, он сейчас прорабатывается совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Сейчас порядка 195 тысяч очередников из 548, которых мы в очереди регистрировали, и доход которых ниже одного прожиточного минимума. Поэтому в основном это многодетные семьи, как мы уже сегодня обсуждали, дети-сироты, семьи, имеющие детей с особыми потребностями. По данным категориям граждан, вы знаете, им не по силам, как я уже говорил, обслуживать ипотечные займы, поэтому государство планирует субсидировать часть ежемесячных арендных платежей. Единый оператор, КЖК, он будет вступать, работать с частными застройщиками, формировать пулы арендного жилья, предоставлять в аренду таким категориям граждан без выкупа. При этом от Басыбанк он будет субсидировать ставку аренды до 80% из этой стоимости. Но все эти меры, они возможны только после внесения соответствующих поправок в законодательство. Это 10 кодексов, 18 законов. А вы знаете, что законотворческая деятельность, она занимает порядком времени. Мы думаем, что вот эти изменения, они займут период времени до конца текущего года. Благодарю за ответ. Гүлжан Раманқұлова, Бақ.кз журналисті екі сұрақ жолдады. Жыл сайын мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары қатары көбейіп келе жатыр. Жақында әйелдерге, елорда жастарына арналған бағдарлама іске қосылады деп жатырсыздар. Енді осы бағдарламалар бойынша тұрғын үйдің максималды сомасын қалай есептейсіздер? Мысалы, жаңадан іске қосылатын жастарға арналған бағдарламада максималды сома 13 миллион теңге. Және екінші сұрағы, үйдің бағасы жыл сайын өсіп жатыр. Пәтер бағасы қашан тұрақталады және қашан бағасы халыққа қолжетімді болады? Бірінші сұраққа мен жауап берейін. Гүлжан, сұрағыңызға рахмет. Жаңа алдында негізі бұл сұраққа қысқаша жауабымызды айтып кеткенбіз. Елорда жастары бағдарламасы іске қосылады деп күтіліп отыр. Бұл жерде 13 миллион деген баға қайдан шықты, қалай есептелді дегенде, менің айтарым, біріншіден бұл бағдарламаның басталған кездегі, яғни 20 жылдың қараша айында осы бағдарламада нарықтағы бағадан есепке алынды. Бір бөлменің орташа, яғни бұл жастарға арналған бағдарлама болғандықтан, яғни бір бөлмелі 40 шаршы метрлік пәтердің құны нарықтағы баға 320-300 мың ортасында, сол есеп көбейткенде как раз сол неге 13 миллионға шығып тұр. Бұл бірінші жағы. Екінші жағынан тағы да айтып кетейін, бұл жастар болғандықтан, егерде бағаның құнын бағдарламада көбейтетін болса, онда бөлініп жатқан қаражат аясында қамтылатын жастардың саны азаяды. Екіншіден, алғашқы жарна 10% болғандықтан, ол да сәйкесінше жастарға көп салмақ түсіреді. Бүгінгі таңда 13 миллион болса, 1 миллион 300 теңге, 10% ол оны жинақтау әзірге мүмкіндік бар. Одан кейінгі тағы да есепке жататын нәрсе, ол
ай сайынға сол жастардың бүгінгі таңда егер пәтерді жалдап тұрып жатқан кезде бір бөлмелі Нұр-Сұлтан қаласында бір бөлмелі пәтерді жалдаудың орташа құны 100 мың болғандықтан сол несиені төлегенде де сол 100 мыңнан асып кетпеу үшін осындай есепке келіп шықтық. Рахмет. Өзге толықтырулар жоқ болса, журналистің сұрағына көшейік. Мадина Жатқанбаева, Инфозакон KZ, бізбен бірге тікелей байланыста. Мадина, сұрақтарыңыз. Микрофоныңызды қоссаңыз. Қазір 1 минут. Біз сізді естіп тұрмыз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Сұрағым отбасы банк жобасының өкіліне. Алдыңғы брифингте 100 мың немесе 150 мың құрайтын айлығы бар азаматтар зейнетақы қорынан қаражатын алады деп айтылып кеткен. Бүгінгі күнге бұл ақпарат теріске айналып отырғаннан кейін Ләззат Ибрагимоваға сұрақ қойғанда айтылып кеткен ақпаратта, яғни 100 мың немесе 150 мың айлығы бар туралы ақпарат берген жоқпыз деп айта кетті. Теріс ақпараттарымызбен азаматтарымызға жалған ақпарат беріп отырған жоқсыздар ма? Сонда бұл отбасы банк жобасы 500 мың айлық алатын азаматтарға ғана тиесілі ма? Жансұлтан Нұрбекұлы. Бұл сұрағыңызға жауап ретінде енді сіз айтып тұрғаныңыз жаңа зейнетақы қорынан ақша алатын азаматтардың орташа айлығы қандай болу керек дейсіз ғой. Яғни бұл отбасы банкінің бағдарламасы емес, өздеріңіз білесіздер, елімізде зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңға өзгеріс енгізіліп, әр азаматқа өзінің сол зейнетақы қорында жинақтаған қаражатының жеткілікті мөлшері үстіндегі ақшаны алуға рұқсат берілді. Яғни ол қандай жаңа принцип бойынша сондай ақшаны алуға рұқсат берді деп қарайтын болсақ, айналып келген кезде сол жеткілікті мөлшеріндегі қаражат ертең зейнетақыға шыққан кездегі сол минималды, яғни зейнетақы төлемін төлеуге жету керек. Сондай мене алған. Ал егерде ол бағдарламаға осы белгілі мөлшерде айлық алатын азаматтар қатысады деген ақпарат, ол сәйкесінше отбасы банкінің құзырына жатпайды. Яғни кім қатыса алатын сол жинақтаған қордағы қаражатты есептеп, зейнетақы қоры айтты, өздеріңізге белгілі 700-760 мың шамасында азаматтар елімізде осы бағдарламада қатысып, яғни жеткілікті мөлшерінде ақшасын ала алады деп айтылған. Ол жұмыс қазір басталды, жүріп жатыр бүгінгі таңда. Мадина? Бұл ақпаратты біз алдында естіп кеткенмін, 700-760 азаматтарымыз алып жатыр деп. Сонымен қатар зейнетақы қорында бұл отбасы банк жобасы арқылы қаражат зейнетақының жартысын алу үшін зейнетақы қорында 5 мың немесе 10 мыңнан аударылуы керек. Яғни, менің білуімше айлығы 500 мың теңге болу керек, немесе миллион теңге болу керек. Енді сіздер нақты айтпайсыздар ма? 500 мың азаматтарды бәрі теріс ақпарат алып, алданып, 100 мың, 150 мың бар айлық азаматтарда барып, сіздердің отбасы банкқа барып, соның кейін барып қайтып келіп жатқан азаматтар бар. Нақты айтсаңыздар. Мен айтайын сізге, енді ол 151-ші отбасы банкке келердің алдында бұл бағдарлама бойынша, тағы да айтайын, механизм бойынша, сіз біріншіден өзіңіздің зейнетақы қорындағы парақшаңызға кіріп, сол жерде бүгінгі таңда сізде қанша зейнетақы қорында ақшаңыз бар, соны анықтау керек. Отбасы банкі бұл жерде өкілетті оператор. Яғни сол зейнетақы қорындағы ақшаның ары қарай мақсаттылы жұмсалым аударумен біз айналысамыз. Ал ол жерде сіз қалай жинадыңыз, қанша айлық алдыңыз, ол мәселе біздің құзырымызға кірмейді, сізге тағы да айтайын. Мадина? Рахмет, басқа сұрағым жоқ. Үлкен рахмет. Байге Ньюс KZ, Жадра Жылмухаметова с нами на прямой связи. Добрый день. Ваши вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к представителю от Басбанка. Два вопроса вообще. Первый к представителю от Басбанка. Скажите, пожалуйста, почему нельзя открыть спецсчет, если у человека есть налоговая задолженность? Некоторые сталкиваются вот при оформлении ипотеки на свои пенсионные. И будет ли как-то от Басбанка и НПФ совместно с КГД как-то объединять вот эти базы, может быть, создать какой-то, там, я не знаю, объединить, вот, чтобы была информация для человека, если у него есть задолженность, он сразу это узнал. Потому что некоторые ждут, а потом уже узнают, что у них, оказывается, есть задолженность, там, 500 тенге там где-то, и счет им не открыли. Вот для удобства, может быть, планируется как-то объединить эти сервисы, я не знаю.
Спасибо за вопрос. Да, в первую очередь, наверное, надо с каждой гражданской позиции каждого человека, гражданина нашего общества. Значит, человек, да, бывает, что он не знает, что у него есть налоговая задолженность, но эти сервисы все сейчас оцифрованы, и каждый человек просто никуда не может не пойти, а зайти на сайт КГД или через сервис ЕГАВ, узнать, какой есть у него вообще задолженности по налогам. Если даже сейчас в самом распространенном сервисе, сами понимаете, в Каспий, там тоже, если человек пользуется картой Каспий, там сразу выходит какая-нибудь задолженность, если у вас есть автоматом. Поэтому надо следить, почему, если у человека есть задолженность, и он не может спецсчет открыть, это, соответственно, есть закон, который един для всех. Если у вас есть задолженность по бюджету или по решению суда, соответственно, на все ваши счета во всех банках, значит, это накладывается. Я ответил на вопрос? Жадра? Сервис совместный, КГДшный сервис, он уже работает, существует, поэтому именно под эти цели открывать специальный какой-то сервис, кажется, нету необходимости. Хорошо, спасибо. И второй вопрос у меня уже так не к вам, а к другим спикерам. Вот кто из вас более компетентен? Ответьте, пожалуйста, почему в договоре при покупке новостройки пишут, что если в случае превышения квадратных метров люди должны платить, а если площадь уменьшается, площадь квартиры, то застройщик стоимость не уменьшает. Можете как-то прокомментировать это? Да, конечно. Если позволите, отвечу. На самом деле этот вопрос, он решается в индивидуальном порядке. Это гражданско-правовые отношения между застройщиком и гражданами, которые заключают подобные договора. Вероятнее всего, нужно будет такой вопрос адресовывать непосредственно строительным компаниям. И у граждан есть право отстаивать свои интересы в таком случае, не заключать этот контракт, который предлагается. Спасибо. Жадра, есть уточняющий вопрос? Спасибо. Благодарю. Журналист Информбюро Жанна Сагидула просит озвучить вас ориентировочные сроки создания центра по обеспечению жилья. Анвар Саганалиулы. Сұрағыңызға рахмет, спасибо за вопрос. Значит, центр на самом деле он уже создан. Это структурное подразделение от Басыбанка. Он приступил к работе. Вопрос скорее больше в другом, когда он скорее приступит к осуществлению полного функционала по постановке на учету, распределению жилья. Вот здесь я хотел пояснить, что это такая большая работа, центр уже работает, но он сейчас находится в стадии подготовки этой площадки, то есть идет интеграция с государственными базами данных, это чтобы освободить население от излишних бюрократических процедур. Вот. И вся эта работа будет завершена в течение этого года, и он приступит к полному функционалу своей деятельности после внесения изменений в законы, о которых я сегодня говорил. Это порядка 28 актов. Благодарю. Бота Ибраева, «Казахстанская правда», спрашивает, почему не всем категориям казахстанцев разрешается участвовать в программах казахстанской жилищной компании, например, пенсионерам старше 65 лет, если они смогут привлечь в созаемщики своих детей. Очень многие бы воспользовались, например, вот Басыбанк пошел на такой шаг. И если вот Басыбанк пенсионеры старше 65 лет, кто уже оформил ипотеку по программе 5-10-20. Алтай Шоханова, пожалуйста. Да, я в части казахстанской жилищной компании хотел бы отметить, что в рамках государственной программы казахстанская жилищная компания не ограничивает на самом деле претендентов на арендное жилье по возрасту. То есть здесь списки формируются местными исполнительными органами, это по линии арендного жилья. При этом компания может рассмотреть платежеспособность по заявкам граждан пенсионного возраста при условии, если они привлекают в качестве гарантов граждан, родственников, которые на момент завершения истечения срока аренды, их возраст не будет превышать пенсионный возраст. Спасибо. Если вот Басыбанк пенсионеры старше 65 лет, кто уже оформил ипотеку по программе 5-10-20? Жансултан Нурбекович, пожалуйста. Да, такие люди есть. Порядка 1600 человек по стране. У нас пенсионеры оформили
займы в рамках программы «Шаңырақ». Я хотел бы сказать, что здесь есть, вот Басбанк всегда разрешает. Если это рыночные займы, то здесь основное требование на момент подачи заявки возраст не должен превышать 65 лет. И момент окончания займа 70 лет. В этот момент, если это срок займа больше 5 лет, соответственно, надо привлечь не более 2 созаемщиков. Если это в рамках программы «Шаңырақ», вот именно, там действительно, да, допускается, если даже у вас возраст превысит даже 70 лет, то с привлечением 2, уже окончательно ровно 2 созаемщиков можно участвовать в программе. Спасибо. На поиск жилья по программе 5-10-20 дают 6 месяцев. Если заемщик зарезервировал квартиру, например, конкретно в стройкомпании BI, но до сих пор нет гарантии бывшей ФГЖС, 6-месячный срок скоро заканчивается, то может ли Басбанк продлить этот срок? И что делать таким заемщикам? Ну, пока у нас таких прецедентов нет. 6 месяцев еще ни у кого не прошло, но если будет такой случай, что срок более будет 6 месяцев, то надо будет заявку заново подавать и проходить платежеспособность. Благодарю за ответ. Құрметті көрермен және қадірменді спикерлер, мемлекет басшысының Қазақстанда тұрғын үй құрылысын дамыту мәселелері жөніндегі тапсырмаларын іске асыру бойынша баспасөз мәслихаты осымен тәмам. Біздің алаңға келіп, ақпаратпен бөліскендеріңізге рахмет айтам. Также хотела сказать, что сегодня завершилось очередное заседание Национального совета общественного доверия с участием главы государства. И я хочу процитировать непосредственно то, что касается сегодняшней темы. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сказал: большинство жилья очень дорогое. Строительные компании сейчас не могут строить дешевое жилье. В этой связи необходимо заключить офтейк-договор о продаже со строительными компаниями. Соответственно, жилье будет приобретаться по ценам программы Нурлы жер. Ранее такой инструмент вводился в качестве пилота, теперь нужно его масштабировать на всю страну. Это позволит в короткие сроки строить жилье по доступным ценам. Қадірменді көрермен, біз өзіміздің тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Бұл тақырып бойынша сіздерді тағы да біздің алаңға баспасөз мәслихаттарында күтетін боламыз. Үлкен рахмет, сау, саламат болыңыздар.